кезеңде Қазақ тілі апталығының жабылу салтанаты өтті. Жүрегім түрі дала, жұмағым сұлу қала, атамекен дара. Көлдері мөлдір айна, гүлдері әсем жайда, сенде жауһар қайда. Жүрегіміз тоқу, қазағымның тоқу, бір тоқтамдарымыз. Жүрегіміз тоқу, нөпсілермен тоқу, қосылсын әніміз. Konsept öte жақсы өтті. Балалар өте керемет сахналық көріністері болды. Ұлттық билер, ұлттық әндер. Onun алдында мына жерде қазақ дастарханынан жарыс өткізділер. Енді дастархан дегенде қазақ дастархан өте мол, дәмді тамақтары бар екен. Енді әр ұлт тілін жақсы көрсе, Тиллер мейрамы дегенде өте жақсы қызық өтеді деп ойлаймын. Рахмет. менің ойымша концерт өте тамаша өтті. Біз өзіміздің салт дәстүрімізге қатты дайындалдық. Менің ойымша барлығы тамаша, жақсы өтті деп ойлаймын. 7-ші және де жоғары сыныптарға үлкен рахмет. Маған концерт өте ұнады, жақсы болды. Концерт прошел очень хорошо. Нам всем очень понравилось. Конечно, не хватило немного подготовки. Все делалось в очень сжатые сроки, но надеюсь, что в следующий раз мы сделаем все намного лучше. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Осы апта мектебімізде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің апталығы өтті. Осындай апталықтардың мектепте өту мақсаты ол оқушыларымыздың бойындағы ана тіліне деген, еліне деген және де жеріне деген сүйіспеншілігін дамыту. Нұрорда қазақ түрі лицей кешенінде өткізіліп отқан бұл апталықта оқушылардың арасында әртүрлі интеллектуалдық сайыстар, ән би байқаулары, жарыстар болды. Яғни осындай іс-шаралардың барысында біздің мақсатымыз оқушылардың тіліне деген махаббатын ояту. Осы мақсатымызға жетеміз деген оймен баршаңызға сәттілік тілеймін. Қазақ тілі мәңгі жасасын. Қазақ тілі аптасының жабылу салтанаты өте тамаша өтті. Менің ойымша оқушылар көрермендерді таңғалдырып, өздерінің өнерлерін жоғары деңгейде көрсетті. Қазақ тілі апталығы жалпы жақсы өтті. Біздің президентіміз теңіз және оның министрлері оған көмектесіп, жақсы бір концерт дайындады.